Қазағымның салт дәстүрі жаңғырған, тәлімді ой сынағы, тәрбие көзі қалдырған. Салт дәстүрді құрметтейік ағайын, қазақ атты үлкен кіші балдырған. Шашу, шашу, шашайын, ақ сандықты ашайын. Мереке Айнұр, біздің Әйгерім жеңгеміздің үйінде кішкентай бала дүниеге келіпті, қызына ашып қалып жатыр екен. Соған ылғи әйел адамдар барады екен, барып қайтсақ қалай қарайсың? Барсақ барайық, бұл жақта қырынан шығару рәсімін жасағанға тек қана әйел заты жиналатын. Үлкендер айтушы еді, ер адамдар барса, ер адамдардың шашы түсіп қалады деп. Әйелдер жиналып жатқан шығар, біз де бара қалайық қанекей. Сәлеметсіздер. Қош, Ентайдың бауы берік болсын. Ал енді баламыз ер жетіп, тай басып жүре бастаған екен. Қазақта ұлы баласын сүндетке отырғызып жатса мұсылман қылып, қыз баласының құлағын теседі екен. Қыз баланың өміріндегі айтулы күн, ол қыз баланың құлағын тесу. Ұл баланы қалай сүндетке отырғызу ата-ана үшін парыз болса, қыз баланың құлағын тесу де ата-ана үшін парыз болып саналады. Қыз баланы құлағын тек 7 жасқа келген кезде тесу керек екен. Оның құлағын тескен кезде құлақшасына 2 тарыны сәйкестендіре қойып, уқалап жанын кетіреді екен. Одан кейін барып, оны таза ысытылған ыстық инемен теседі. Тескеннен кейін бірден сырға тақпайды. Оған иттің жүннен жасалған жіптен немесе шайдың самасынан жіп жасап, одан кейін барып ол жіпті қыз баланың құлағына салады екен. Себебі өйткені иттің жүнінде де шайден жасалған жіпте де жақсы қасиет бар екен.